Сәлем достар, сіздермен бірге Ұлболсын каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге өте оңай үйден табылатын заттардан пирог жасап көрсетемін. Өте жұмсақ, өте оңай. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Рецепті, кекстің рецептіні ұқсап кетеді. Жасап көрсеңіздер болады. Бізге керегі жұмыртқа. 3 жұмыртқамызды жарып аламыз осылай. Осының үстіне қантымызды салып миксерлейміз. Әппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Массамыз үлкейеді. Тоқтатпай осылай миксерлейміз. Осы массамыздың үстіне 1 стақан, жарты стақан немесе айран болмаса йогурт қоссаңыздар болады. Одан кейін үлкен қасық сұйық майымызды қосып, тағы да миксерлейміз. Мен йогурт қостым. Одан кейін құрғақ ингредиенттарымызға бірінші ұнымыздың үстіне осындай қопсытқышымызды қосып араластырып аламыз. Екеуін араластырып болғаннан кейін жай шетінен бірден қоспаймыз, шетінен араластырамыз. Тағы да миксерлейміз. Барлығы толық араласқанша миксерлей береміз. Қою, әдемі масса шығу керек. Ұнымыздың жартысын қосамыз тағы да. Осылай бөліп қосамыз. Миксерлей береміз тағы да. Сіздер қалаған формаларыңызға пісірсеңіздер болады. Мен осындай форманы таңдадым. Осыған құямыз ақырындап. Бүкіл массамызды құйып аламыз. Құйып болғаннан кейін бір сілкейміз. Асты жағына барлық шетіне массамыз толық бару үшін. Осылай. Және достар, қызып тұрған пешке 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Қарап тұрасыздар, күйіп кетпесін. Және де піскен-піспегенін таяқша арқылы тексерсеңіздер де болады. Қарасаңыздар, өте әдемі болып пісті, өте жұмсақ. Әдемі. Қараңыздар, достар, өте әдемі болып шықты. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Каналыма тіркеліңіздер. Ас болсын.